Адам өмірге келген күннен бастап қоғамға бейімделіп өмір сүреді. Өсе келе мен кіммін, кім боламын деген сұрақтар кез келген адам секілді бала кәмшатты толғандырды. Айта қой, болашақта кім болғың келеді, қандай мамандық таңдайсың? Мүмкін ел тыныштығын ойлаған әскери қызметкер, әлде халыққа қызмет көрсетер ақ халатты абзал жан болсам ба екен? Сан сұрақтың жетегінде жүргенде жасөспірім шағымнан бастап психология әлемі мені өзіне баурап алды. Қазіргі таңда Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы номері 11 жалпы білім беретін мектебінің педагог-психолог қызметін атқарып жүрмін. Мектептегі психологиялық қызметімнің басты мақсаты білім алушылардың психологиялық саламаттылығын сақтау, сонымен қатар ұжымның эмоционалды жануының алдын алу. Ата-аналарға бала оқыту мен тәрбиелеуде психологиялық кеңестер беру. Қызығы мен қиындығы қатар жүретін бұл қызметте ең басты нәрсе адам жанын түсіну, оның үнін шынайы ести білу, оны жақсылыққа, дұрыс шешім қабылдауға бағыт беру болып саналады. Менің мамандығым жүрегіме жақын. Менің ойымша, педагог-психолог болу тек мамандық емес, бұл өмірдің өзіндік философиясы. Біз балаларға тек білім беріп қана қоймай, әлемді дұрыс тануына, өзін-өзі бағалап, олардың тұлғалық дамуына көмектесеміз. Оқушыларымның әрбір жетістігі мен қуанышы мен үшін орасан зор шабыт көзі. Балалармен жұмыста жаңашыл әдіс-тәсілдерді қолданып, әрдайым шығармашылық пен креативті көзқарас тұрғысынан қарауға тырысамын. Қолөнер бұйымдарын жасау қабілетіне ие мен үшін бұл оңтайлы тұс, өйткені шабыттанып, шығармашылығымды одан әрі арттыруға үлкен көмек болады. Әрбір балаға көмектесу, олардың жарқын болашаққа жету жолында түрткі болу мен үшін шын бақыт. Мен балаларға қолдау мен көмек қолын созуға әрқашан дайын психолог мамандығымды мақтан етемін. Өз ісінің білгірі һәм шебері атану үшін жақсы жұмыс істеп, жетік білуге ұмтылу керек. Менің жетістіктерім: Ақтөбе қаласы Темір ауданы Шұбарқұдық кентінде дін саласында 2022 жылы өзімнің кәсіби шеберлігімді көрсетіп, ауданның ішкі саясат бөлімінен алғыс хатқа ие болдым. Қазіргі таңда білім саласы бойынша әртүрлі біліктілікті арту курстарына қатысып, одан әрі білімімді жетілдіру үстіндемін. Осы орайда өзімнен үлкен тәжірибелі ұстаздардан үлгі ала отырып, талмай ізденіп, мықты психолог маман болып шығу алға қойған мақсатым, көздеген арманым. Осы жолда мақсатыма жетуге деген сенімім мол.